Рахмат, ассаламу алейкум. Дағы бір рет ұшырашып қоялы. Қош келіпсіздер. Мені мұндан кейін жымшық дебеңіздерші. Көрінген жерде жымшық дей берсет та. Ошол маға жақпайды да негізі. Мені мұндай бақыраң деп, тостоқ деп қойғыла мұндай. Көшеден көрсеңір дағы, тостоқ бала кетіп отатқа деп мұндай. Мен дағы одан сайын беріліп, нантып, көздерім açып. Жымшық деген сайын, барған сайын көзім кішінеріп кетті ау деймін деймі. Ошол, тостоқ дейіз мұндан кейін. Анан мен негізі нен айтайын деп шықтым. Мисал үшін, айымдардың бір-біріне қылған мамилесі өздеріне жараша өреткен. Айымдар мисал үшін өйші ұшырашса, қолғарым ашып жүрсе, же болбосо бір-біріменен құшақташып жатса, шындай нәрселер өздеріне жараша өреткен. Ошондай эле нәрселер еркектерге жарашпайды да турабы? Қайырда көрдүстер, еркек мен еркек қолғарым ашып, жүрден соң питайна чойып келебиз деп. Кетіп отқан. Өйші ұшырашқанын көрдүстер, еркек мен еркектің қандай жақшы өді, үйлегілер жақшы өді деп. Жарашпайды кен. Ошол сыңардай айымдарға арналған ырды айым ырдаса жарашат кен. Бонус. Бұл супер фишка. О байланышын қолданабыз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйіктілерімізге гүлдесте тартулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үшін сатып алуларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзімізді еркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды қалаған нәрсеге жұмшайбыз. Же телефондың балансына қотырабыз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Мисалы мына. Мына. Бул негизи айымдарга арналган ыр, айым ырдап атат, жарашып атат. Эми еркектерге арналған ырды еркек ырдаса жарашпайды да. Эми елестетіп көріңіздер. Bir ыр чағауыз тұрады сахнада, ечі шығып кеткен. Чачикар, тұрып алып алдыңыздарда. Кейін шығарма деп. Айбек. Айылыңа іздеп келдім айбек. Шарттарыңа мақұлмында сүйемін. Жолық салып алып қалшы айбек. Жарашпайды да ол нәрсе. Айымдарға жараша өреткен. Эми ыр темасын өтіп қалдық. Мен азырқы замандың ырларынан оғып, мындай логикаға тура келбеген ырлар бар екен. Өзімше угуп алып, күлдім. Мына сіздер дағы оғып көріңіздер. Логикаға тура келбейткен бірінші ырды қойып қойсаңыз. Пилачила балчы, жамғыр жүрөкө сақтабачы. Бұлар қаяқтан білді дейм да, жамғырдың илеп атқан. Может, о жамғыр күліп атқандыр. Может, жамғыр терлеп атқандыр. Может, жамғыр... Может, жамғыр түкіріп атқандыр. Илачила балчы, жамғыр жүрөкө сактабачы. Аяқтарын білді дейін да жамырдың елі атқан. Логика тұра келбейткен кейін кірді ұғауыз мұна. Ұғып көріңіздер мұна. Адам оруса больницаға апарады. Негізі. Жанында қара ол тұратындай. Дәрмегін беріп. Ем бияқта мен кішіне орып қапман. Неге орыйсың? Мен тарындым, маға сүйлөбең болды. Кішіне орып қапын дары берші десің. Сүйлөбең дедім ғой мен сізген. Логика тұра келбейткен, орысаңыз тарындым. Негізі ұшындай. Анан негізі азыр қарап көрсек, бардығыз социальный тармақтарда көп отырып қалдық. TikTok'та, Instagram'da, интернеттен, Google'да ашып маалыматтарды оқып қалдым. Маға бір қызықтайлы маалыматтар түш келді. Экранға назар салыңыздар. Экранға. Мына. Индияда туғандар, Индияда бір бала мультиваркаға үйленіп алып тұр. Мына, ішемесеңіздер. Мына Индияда мультиваркаға үйленіп алып тұр. Бұл чын. Қарап көріңіздер.
Эми мен буларды карап, көрүп, тоюн элестетип койдум да, булардын тоюнчу. Эми элестеттиңиздер, 2 жаштын, азыркы 2 жаштын тою болуп атат. Бул жакта баланын туугандары, бул жакта жалаң бытовая техника. Мультиваркага үйлөнүп. Телевизор, холодильник, кир жуучу машина келген, ичинде кири менен айланып жүрөт. Тойго чакырдыңар беле деп. ЗАГС болду, туугандар, ЗАГСта жүрөт. Үтүктөр жүрөт. Жакын подружка үтүк экен. Жакын дос бир аз кызыгып көрдү эле, күйгүзүп койду сиздер. Анан булардын дагы тоюнда бир конкурс болду. Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская 40. Демалышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Конкурста баланын туугандарынан утуп алды, бирөөсү биринчи орунду. Сизге холодильник дедиле, холодильникти алып чыгып бердиле. Нарактан бирөөсү ызылдап келди го. Сен не бирөөнүн катын бирөөгө берип коесуң да. Көрсө ал бирөөнүн аягы экен дейми. Ушундай. Анан кийинки сүрөткө маани бериңиздер. Ушундай маалымат түш болду эми магачы. Бул туугандар Африканын бир уруусунун салты экен, ушундай экен. Эгер эгинин астына тарелка коюп жүрөт экен, ошол тарелкасы канчалык чоң болгон сайын ошончолук авторитет болот экен. Ошончолук абройлуу болот экен. Эгер ата бабаларыбыз тарелка коюп жүргөлө эгиңердин астында дегенде не кылат элек биз? Мен дагы турат элем да алдыңыздарда мындай. Эгимде тарелка менен саламатсыңарбы деген сайын тарелканы бетиме уруп мындай. Сиздер дагы отурасыздар эле. Тарелка менен, эгиңдин астында тарелка менен. Бир эжебиз отурат эле биякта. Тазик эле коюп алган мындай. Тазикти коюп алып, абройлуу эже экен, депчи. Баарыбыз таң калып. Эми бунун плюс минус жактары бар экен. Негизи плюсу ойлонуп карасак, сода сатыкта жүргөн эжелерибизге жакшы болот экен эгер. Мындай өзүнө ылайык кылып 1 килограммдык тарелка коюп алат эле эгинин астына. Сизге не? Гүрүч? Сахар? Всё, шик. Пакетке салып жөнөтө берет эле. Ошондой болот эле. Негизи ошол туугандар ар бир улут каада салты менен, тили менен дейт. Ошол биздин ата бабаларыбызга рахмат, өзүбүзгө ылайыктуу сонун бир салттарыбызды калтырып кеткен үчүн. Чоң рахмат.